Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 7-8 сабақ жол белгілері қашан пайда болды. Оқу мақсаты: тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау, тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу, энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу. Ендеше оқушылар, мына ой түрткі сұрақтарға ауызша жауап береміз. Жол белгілері қанша топқа бөлінеді? Тыйым салу белгілері дегеніміз қандай белгілер? Ескерту белгілері қандай болады? Ендеше оқушылар, бағдаршам туралы арнайы бейне жазбаға назар аударамыз. Бағдаршам жарық пен гелді беру арқылы көшедегі автокөлік жолы мен темір жолдағы көлік қозғалысын реттеуге арналған құрылғы. Ол белгі беру тәсілдеріне қарай түрлі түсті бағдаршам, позициялық бағдаршам және құрама бағдаршам болып ажыратылады. Алғашқы бағдаршам типтес құрылғы 1868 жылы 10 желтоқсанда Лондондағы Британ парламенті жанында орнатылды. Оны ойлап тапқан өнертапқыш Найт атты азамат еді. Үш түсті электрлік бағдаршам 1918 жылы Нью-Йоркте, 1930 жылы Мәскеуде орнатылған. Темір жолдарда бағдаршам қызметі 20 ғасырдың басынан бастап қолданысқа енді. Бағдаршам белгі санына қарай 1-5 секциялы болады. Оның автоматты түрде немесе қолмен қосылатын түрлері бар. Алайда дүние жүзі бойынша көлік қозғалысын реттейтін алғашқы бағдаршам ақш-тың Огайо штатында 5 тамызда орнатылған еді. Қазіргі таңда елімізде дыбысты бағдаршамдар да жұмыс істеп тұр. Олар зағип жандар үшін өте қолайлы. Өйткені арнайы дыбыс жаяу жүргінші жолын анықтауға мүмкіндік береді. Бағдаршамдардың әсіресе жаяу жүргіншілер мен балалар және қарт кісілер үшін пайдасы өте зор. Олар қолайлы әрі қауіпсіз. Бағдаршамның тарихы жайында қысқаша мәлімет осындай: жолда жүргенде абай болыңыз. Оқулығымыздың 117 бетіндегі екінші тапсырмаға қараймыз. Сұрақтар берілген, осы сұрақтарға ауызша жауап береміз. Жолда жүру ережелерінің тарихы туралы не білесің? Қазақстан Республикасында жолда жүру ережесі қашан қабылданған? Жол белгілерін халықаралық тіл деп атауға бола ма? Неге? Дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін жазып, жазбаша тапсырмалар орындаймыз. Үшінші тапсырма: төмендегі жолға қатысты мақал-мәтелдерді жаттап алыңыздар. Олардың ішінен өзің қалаған біреуін қатыстырып мәтін жазамыз. Мәтін көлемі 23-20 сөз болсын. Мәтінде сын есімдерді көбірек қолдануларыңыз қажет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.